Ассалаумағалейкум, әлеуметтік желі қолданушылар. Бүгін сіздермен бірге Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорығының қор сақтаушысы Айдарбекұлы Төремұрат. Бүгін сіздерді құм атты үлкен құмыралармен таныстыратын болам. Құм, үлкен құмыралар, құмдар, үлкен құмыралардың әртүрлі фрагменттері ежелгі Сарайшық қалашығының археологиялық қазу жұмыстары кезінде жиі кездеседі. Музей қорында белгілі бір мақсаттарға арналған осы ыдыстың бірінші түрі бар. Ливштичтің тұжырымдамасы бойынша құм сөзі ескі иран тілінде үлкен қышытыс деген мағынаны білдіреді. Сол сияқты бұл сөзді күйдіруге дайындалған кез келген қышытысқа, тіпті қыш күйдіретін орынға да қатысты қолдануға да болады. Біздің заманымызға дейінгі 2 ғасырдағы Нисадан келген құжатты зерттеген Ливштиц құм сөзін сұйықтықтың өлшем бірлігін білдіретін анықтаған. Қазіргі таңда құм деп азық-түлік, су, дәнді дақылдар, шарап сақтайтын ірі өлшемді құмыраларды атайды. Таяу және орта шығыстағы түркі иран тілдес халықтар арасында бұл сөз кеңінен қолданылады. Құмдарды жай айналатын құмыра шеңберіне екі бөлек дайындаған. Кейін дайын бөліктері бір-біріне мұқияттап жабыстырған, әбден кептіріп, содан соң қыш бұйымдарға арналған пештерде күйдірген. Кей құмдардың түбін күйдірмес бұрын жұмыр таяқшамен тесіп қойған. Ол дәнді дақылдарды сақтағанда ылғалдан соң тесік арқылы жерге сіңуіне қажет. Сарайшық қазбасынан табылған үлкенді-кішілі құмыралардың ішінде 1909 жылы табылған үлкен құм ерекшеленеді. Орал казак әскерінің атаманы генерал Дубасов Ресей императорлық археологиялық қоғамының шығыс бөлімшесіне осы тұстың сипаттамасы мен суретін жолдай отырып, оның Сарайшық бекінісінен табылғанын, 24 дана сындықтан тұратындығын және ыдыстың бүйірінде араб-парсы тілінде жазылғанын екенін көрсеткен. Қазіргі таңда Атырау облыстық тарихи-өлкетану музейінде тұрған бұл құмның бүйіріне адам көркі жүз, бұл жүз көркі тіл, ауыз көркі тіл, бұл тіл көркі сөз, тағы да көркі кісіге білім мен өнер, жанын құрбан етер білім үшін ер деген 11 ғасырдың философы Жүсіп Қажып Баласұғынның құдыққа бүлік дастанынан шумағы жазылған. 2019 жылы Атырау облыстық тарихи-өлкетану музейіне жүргізген археологиялық қазба жұмыстарынан тағы да бір үлкен құм ыдысы табылды. Қазіргі таңда қайта қалпына келтіру жұмыстарын күтуде. Назарларыңызға рахмет, сау саламатта болыңыздар.